Армысыздар, эфирде біздің кейіпкер. Қазір біз Skype бейне байланыс арқылы Алматы шақырымен байланысқа шығамыз. Бағдарламамыздың бүгінгі қонағы белгілі академик, педагогия ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлықтың иегері Асқарбек Қабыкенұлы Құсайынов. Аға, саламатсыз ба? Саламатсыздар. Аға, мына елдегі жағдай бәрімізді біраз алаңдатып тастады ғой. Бетімізге бетперде киіп, бір-бірімізден өзімізді алшақ ұстап жүрсек те, бірақ рухани бізді алшақтата алмайтыны анық. Сондықтан да өзіңізбен бір емен жарқын отырып сұхбаттассақ дейміз. Сіз білім саласының сол жілігін шағып, майын ішкен адамсыз ғой. Мынау шетелдегі білім саласының озық тәжірибесін қарап, Қазақстан мен шетелдің білімін салыстырып, сол еліміздің білім саласының дамуына өзіндік үлес қосып келесіз. Енді бүгінгі күн 25 мамыр барлық мектептерімізде бұрынғы әдет бойынша соңғы қоңырау соғылып, мектеп түлектері ұстаздарымен қимай қоштасып, ерекше бойларын сезім билеп, бірінші сынып бітірген оқушылар екінші сыныпқа көшіп дегендей бір мәре-сәре болып жататын уақыт еді. Бүгін тым-тырыс. Оған әрине мынау әлемді алаңдатқан жағдай. Ал осы жағдайға байланысты Қазақстандағы жалпы білім беру онлайн түрде өтті. Онлайн оқыту жүйесі жүрді. Бұл енді амалсыздан жасалған шара десек те, тығырықтан шығудың жолы ғой. Бұл білім саласына әсері қандай болды деп ойлайсыз? Үлкен рахмет балаусы. Өзіңіз айтқан бір екі мәселеге тоқталып келе отырасында да, мынау мектеп пен баланың қоштасу сәті өте өмірінде ерекше ұмытылмайтын. Себебі бірінші 10 жыл бойы жап-жас бала болып мектепке табалдырығын аттағаннан, сол 11 жыл мектебінде оқыған, қаншама достармен бірге бір аралас құралас болып жүрген, ұстаздардан тәрбие алған, сол мектепті аяқтап, жақсы бір нәтижелермен үлкен жолға шығып, адам баласының үлкен бір талабын. Міне осыны бүгін ата-аналар да, мектептерге түлектер де ерекше сезініп, тебіреніш сезімде жүр. Сондықтан осы сәтті пайдаланып, еліміздің барлық мектеп бітіруші түлектер, олардың ата-аналарын осындай бір үлкен қуаныштықпен құттықтауға рұқсат етіңіз. Сәттілік тілейік, жолдары ақ болсын. Әумин. Қайда жүрсе де сол жастарымыз еліміздің әдемі білім алған, жақсы тәрбиелі үлкен азаматтар болып, өмірде өз жолдарын тапсын. Әумин. Енді екінші мәселеге тоқталмай, өзіңізді айттыңыз, ой айту мәселесін. Мынау карантинге байланысты, жасында да бәріміздің ойымызды бір толғаныш сезімдер биледі. Бүгін соны да байқап отырмын. Осыған байланысты мен карантин кезіндегі ой толғамдар деген бір беттік материал. Соны таныстыру болса. Әрине. Коронавирус, COVID-19 адамзатты дүр сілкіндіріп, үйренішті өмір салты бұзды. Енді бір-бірінен оқшауланып, адамдар ұқымдыққа отырды. Әр отбасы өз шаңырағында басқалардан, тіпті туған туыс-туысқандардан алшақтап күн кешеді. Балалар мектепке, үлкендер жұмысқа бармады. Көшелерде машиналар қозғалысы азайды. Жинаған гауһар тастар пайдаланылмай, ауладағы бағалы көліктермен үймей қалды. Әр отбасының ең қымбат дүниесі күнделікті өмірге қажетті дәм-тұзы болды. Бұл бір құдірет күш адамзатқа. Сендер өмірдегі басты құндылықтарды жақсы білесіңдер, бірақ соларды пайымына барып жүрсіңдер ме деп сұрақ тастады. Өте дұрыс. Өмірдегі басты құндылықтар денсаулық, бала-шаға, тәрбие, білім, кәсіп, және отан тағдыр екенін біледі. Енді осыларды осындай жағдайда пайымдап көрейікші. Карантин бізге денсаулығымыздың қаншалықты маңызды екенін, оның жақсы болу өз қолымызда, және оған негізінен өзіміз жауапты екенімізді сездірді. Оған жауапты қарап, оны дұрыс сақтаудың қажеттігін білдірді. Күндізін тек отбасы мүшелерінің бір ғана болуының арқасында біз бір-біріміздің қадір-қатесімізді жете білетін болдық. Бір-бірімізге ерекше жақын жандар екенімізді, керек екенімізді,
қашанда сыйластықпен қарау қажеттігін сезді. Отбасы өмірдегі үлкен құндылық екеніне көзіміз жете түсті. Осындай оқшау шақта әр ата-ана әр баласының алған тәрім-тәрбиесін анық байқады. Олардың ішінде жүрегіне мейірім ұялаған баланың адами қасиеттің қаншалықты жоғары екенін, баласына жақсы адамгершілік тәрбие бере берген ата-ананың ең бақытты жандар екенін сезді. Ал тәрбие мәселесі мемлекеттік тұрғыдан келер болсақ, әлемдік тәжірибеде жастарға жақсы тәрбие бере алған елдердің адами капиталы жоғары болып, экономикасы дамып отырғанын көрсетті. Демек, тәрбие бар жерде даму бар. Оқшаулаған жағдайда өзін жақсы ұстау үшін адамға парасат, пайым керек. Ол қасиет адамға білім мен тәрбиемен беріледі. Баланың сапалы білім алуына, тәрбиесіне отбасыда ерекше ден қойып атсалысқан дұрыс. Осындай жағдайда ұстаз еңбегінің қаншалықты маңызды екенін көзім жете түсті. Ал бұл карантин қоғамдық өмірге де үлкен өзгерістер әкелді. Мүмкін алдағы уақыттарда әкелетін болар. Осындай жағдайларда ертеңгі күніне кім сеніммен қарайды? Әрине, кәсіпкер жан. Карантиннен кейін олар өз кәсібін жалғастырып, отбасы өмірін қалпына келтіре алады. Сондықтан жақсы маман болып абыроймен еңбек ету үлкен құндылық. Бұл күндері әр ел өз шекарасын жауып өзімен өзі қалды. Біз де шекарамызға тосқауыл қойдық. Осы кезде бір елде тұратын халықтар бір-бірімен тағдырлас, отандас екенін сезінді. Тіпті елдегі қоймаларда бар тамақтың заттардың қорын да бірге есептейтін жағдайға жетті. Отан тағдыры, ел тағдыры. Отан келешегі, ел келешегі екенін, оның ішінде өзіміздің де бар екенімізді сезді. Карантин елдегі жағдайға, келешекке, мемлекеттік тұрғыдан жаңа көзқараспен қарау қажеттігін көрсетті. Осындай жағдайлар болғанда экономика құлдырамай, халық үдемей өмір сүру үшін не істеу керек, алдағы уақыттарға нені басымдық беру керек деген сұрақтар барлық елдерде ашық түрде күн тәртібінде. Қазіргі уақытта ғылым мен инновациялық технологияларды дамыта білген елдер осып отыр. Дей тұрғанмен, бұл карантин барлық елдерге, корпорациялар мен компанияларға терең ой салды. Алдағы уақыттарда әлемдік дамуда өзгерістер болары хақ. Бұған дайын болуымыз қажет. Карантин кезінде жер жаһанда бір сілкініп қайта түзегендей болды. Барлық жерлердегі экологиялық проблемалар айшықталып көрінді. Біз мұны терең түсініп, оң қабылдап, қажетті қорытынды шығарамыз. Ойлап қарасам, құдіретті күш адамзатқа осыларды меңзейтін сияқты. Еліміз сау, отбасымыз аман, еліміз ертеңді, ұрпағымыз келешекте болсын десек, әрқайсымыз өмірдегі осы басты құндылықтарды бағалап, сақтап, дамыту үшін шама шарқымыз келгенше атсалысуымыз керек деген ой толғамда. Ой, керемет ал, өте дұрыс. Міне осының ішіндегі айтарым тәрбие, білім қаншалықты маңызды екен осы жағдайда тағы. Міне осындай үлкен ойға мен ойлаймын, әр адамдарды ойланып, бәрімізді ойланып, ал менің осы карантинге жасаған пайдам. Бұл онлайн сабақ оқыту әрине амалсыздан болған деген. Әйтсе де өзі әр нәрседе өмірде екі жақты қарайды. Қандай болмасын жағдайда ғалым ретінде айтарым, соның оң жағы да екіншілері шығады. Мысалы онлайн әрине біздің еліміздің осы бір жаңа үрдіске қаншалықты дайын екенін көрсетеді. Әрине қазіргі заманда балаларға терең білім беру үшін әр мектеп интернет жүйесін шетелдерге барып дүниелерді алып, балалар да соны пайдалану мүмкіндіктері болу керек. Міне осы арада біздің елімізде әлі де біраз жұмыс жасалып жатқанын айтады. Ал енді жалпы сырттан оқу, онлайн режимде оқу, ол әлемде бұрыннан бар. Жоғарғы оқу орындарында қазір ол қай жерде болмасын жақсы білім алғысы келетін жастар өздері қалаған шетелдік университетке жазылып, содан белгілі білім ала береді. Бұл бір керемет қазіргі заманда соншалықты ауыр қиын емес. Мысалы, Европада көптеген оқу орындарында сырттан оқитын 10 мыңдаған студенттер бар. Міне біздің онлайн оқытуымыз. Әрине ол мектептегі онлайн оқыту, онда бір шама осы арада талқыласып. Мен көптеген сабақтарды көрдім.
телеарна беріліп жатыр. Мұғалімдер арасында да осы онлайн сабақтар дәрісінің арқасында мұғалімдеріміз көп жетілді. Көп жетілді. Ал енді шын мәніне келгенде әрине мектептегі сабақтың жөні бөлек. Мұнда ұстаз адам балалармен қарым-қатынаста болады. Былайша айтқанда көз жанарларына қарап, кімнің қалай түсінді, кім қалай отыр, дүниелерді бәрі шығады. Мен айтқандай, білім беру жүйесінде, мектептегі білім беру жүйесінде басты мақсат тәрбие жұмысы. Ал тәрбиені ұстаз баланың жанына жағын оны бір міндетті қайтеді осылай болады деп қарамай, жалпы ойлаймын негізгі бұрынғыдай қалыпты білім беру жалғасатын болады. Ал онлайн осы қосымша. Онлайн оқыту ата-анаға да біраз жауапкершілікті жүктеген сияқты. Бұрын ұстазға бүкіл жауапкершілікті сырып тастап, өздерінің тірлігімен айналысып жүретін ата-аналар ұстаздардың да қадірін білген сияқты. Солай емес пе? Расында да көп ата-аналар жазып жатыр. Өздері үйінде отырған жалғыз баласына білім үйретудің қанша қиын екенін сезінген ата-аналар мектепте сондай 20 ата-ананың 20 ерке баласына білім берудің қанша жүр екенін сезінген. Бұларға ұстазға деген қоғамда сый-құрмет артты. Енді біз карантиннен тиімді жағы деп ештеңені айта алмаймыз. Әйтсе де бұл да қоғамға ой салған дүние. Иә, бұл жағдай шынымен де дәрігерлер мен ұстаздардың ешқашан тұғырдан түспейтінін, адам баласына қандай жағдайда да қажеттілігін ешқашан жоймайтын мамандық екенін танытты. Осы екі мамандық. Иә, осы тұста педагог мәртебесі туралы айтып кетпесек болмайды. Бір кездері ұстаздың мәртебесі төмен түсіп кетіп еді. Бұл да бір өз-өзінен түсіндіру сияқты. Қашанда педагогтың, ұстаздың беделінің биік болу қажеттігін ұғындырғандай. Педагог мәртебесі туралы біздің мынау талқыға түсіп жатқан кейін қабылданған заңдарымызда өзінің уақытында жүзеге асқан сияқты. Қалай ойлайсыз аға? Жалпы қазақ ертеден айтқан. Мен осы өзіңіз айтқандай әлем елдерін біраз зерттедім. Сонда үнемі өзіміздің еліміздің тарихын, дана ұлттық тәлім-тәрбие қасиеттерін қарағанда қазақ халқының ешбір ұлтқа өзінің жібермейтін қасиеті. Ұстазы мықтының, ұстаның мықты қазақ халқы. Ертеректе баласын оқытқан адамдар ауылдағы ең қадірлі қасиет. Орны түрде міне жағдайда денеге қарасақ, егер де бүкіл ауыл ұстазды қадірлесе, сол ұстаздың қадірлі екенін бала жастай сезінеді. Енді өзі оңаша сол ұстаздың алдына келгенде, бүкіл қоғам, ауыл аймақ сыйлайтын адамына келгенін сезінеді жаңағы. Міне осының өзі баланың ұстазға деген мүлде көзқаратын өзгертті. Қарапайым айтқан. Сонда ұстаздың әлеуеті қоғамда қанша жоғары болса, қоғам алдында ұстаз қанша қоғамның қадірлеп қастерлетін болса, баланың ұстазға деген көзқарасы. Осыдан екі жақ. Ұстаз адамның бойында сол қоғамға, ортаға, сыйлы адамның бойында болатын қасиет болу. Жауапкершілік осыдан қараймыз. Бұл педагог деген бала, осыны түсініп, біз әлеуметтік заң қабылдап. Ұстазға өте көптеген қазір, бұрыннан көптен бері айтып жатқан заң ұстаз әлеуетін көтеру мәселесі көтерді. Оның екен белгілі болды. Міне сол заң қабылдады. Осы заңды мұқият қарасаңыздар, ішінде өте көп. Шын мәнінде ұстаз әлеуетін көтеруге бағытталған. Екінші жағынан енді сол ұстаздарды өте дұрыс айтасыз. Егер мемлекет қоғам қаншалықты ұстаздың беделін көтеремін деп заң қабылданса, ұстаз адам мен осы өзіме жасалып отырған
халықтық, мемлекеттік тұрғыдағы қамқорлыққа өз деңгейінде жауап беретіндей болуды қадір-қасиеттер деп соғады. Ал енді мысалы Жапон елін алып қарасақ, Жапон елінде мынау ұстаз адамдар кеудесінде кішкене ғана сенсе, ұстаз деген әдемі төсбелгі қадап. Сол төсбелгісі бар адам келгенде автобуста болса бәрі тұрады. Магазинде болса бәрі орын береді. Көшеде құрмет көрсетеді, иіледі, себебі ұстаз. Сонда ұстаз бүкіл Жапон еліндегі ең құрметті мамандық. Ұстаз адамның бойында сондай қасиет болуға Жапон халқы да мынау мемлекеттік тұрғыда көптеген шаралар қарастырып. Енді ол әрине ол адамның бойында ұстаз адамға тән қасиет біріншіден табиғаттан көрініп тұру керек. Ол баланың бойында балаға деген бір мейірімділік, балаға деген қарым-қатынас, оған деген жақсы көру сияқты қасиеттер көп болады. Ал соны мысалы дамыған елдерде біздің елге қарағанда ұстаз адамды дайындаудың алды ерекше. Біріншіден мектепті мысалы Корея, Сингапур, Финляндия, Жапония сияқты білімсіз сапасы мектепте ең үздік 5-10-15% жақсы көрсеткен оқушылар ғана ұстаздық мамандыққа документтер. Бұны солай еді ғой аға? Өте жүр. Екіншіден, кәсіпке бейімділік. Өйткені адам ұстаздың бойында, мысалы төменгі сыныптағы оқушыларға Жапон елінде, онда ол ұстаз адам музыкадан хабар болу керек, спорттың хабар болу керек, билей білу керек деген сияқты қасиет. Өйткені бала ұстаздың бойына өзінің бір ерекше жақсы қасиеті тапса, соны сыйлап құрметтейтін ұстаздың қасиетін сабақты жақсы. Сондықтан міне бастауыш мектептің мұғалімінің бойында осындай қасиеттер. Үшіншіден, жоғары оқу орнында алғашқы дәрістен бастап тәжірибемен, яғни мектепте өмірмен байланыстырады дәріс береді. Біздерде теориялық білім көбірек беріліп артынан практикаға жіберіледі. Ал оларда теория практиканың ұштасы беріліп жатыр. Одан кейін жақсы мектепті бітірген бала бакалавр, ол магистратура түседі. Себебі мектепте магистратура түседі. Енді магистратураны жақсы бітіріп келген бала мектепке келгенде, мектеп директоры оны ертең жұмысқа ала алмайды. Өйткені қоғамдық комиссия алдында ол магистр емтихан тапсырады. Ондағы қоғам мынау жас маман біздің балаларымызға жақсы дәріс бере ала ма деген тұрғыда емтихан қояды. Осының бәріне өткеннен кейін ғана одан кейін алтыншы бар. Алтыншысы ол өте мемлекеттік жауап. Айтайық, қоғамдық комиссиядан өтті магистр. Енді ол мектепке келгенде оған тәлімгер бекітіледі. Тәжірибелі тәлімгер бекітіледі. Тәлімгер бірінші күннен бастап жаңағы жас магистрдің сабағына қатынасады. Бірге сабақ дайындайды. Қалай сабақты беретінін көңіл айтады. Өзі сабағына қатысты. Сөйтіп, тәлімгер жарты жыл сол жас мұғаліммен жұмыс жасап, соған әбден шыңдалғанда осы адам жеке сабақ бере алады деген шешімге келгенде, соны мектептің басшыларына айтып, тағы да қарап, сонан кейін ғана ұстазға жеке. Себебі дамыған елдерде мынадай көзқарас бар. Әр мұғалім, әр ұстаз, әр сабаққа хирург адам операция жасауға қалай дайындалып болса, солай дайындалып. Әр сабаққа. Себебі баланың білімі мұғалімнің берген дәрісінен тікелей байланысты. Оларды тағы да былай айтылады.
егер де дейді білім саласында мектепке тәжірибесіз әлсіз баланы алып келетін болса, онда білім беру жүйесі 30-40 жыл сағат шығады. Советтер одағы жер серігін Америкаға қарағанда алғашқы түсірді. Оны біз бәріміз білеміз. Сол Совет одағы космос ізденуде Америкадан қосқан уақытта Америкада сонда шешім қабылданған. Біздің Советтер одағынан космос игеруде артта қалған себебіміз Советтер одағының орта білім беру жүйесінің сапасы Америкаға қарағанда жоғары. Одан кейін бар Америка космосты жеген емес. Орта білім беру сапасын көтеруге үлкен мемлекеттік тұрғыда 500 жыл. Орта білім беру сапасын көтеру деді, ол бүкіл Американы өркендеп өсуінің түп қазығы. Сол кезде үлкен қаулы қабылданды. Жақсы мектепте білім тәрбиелеген бала, ол адами капитал. Мысалы, ауылда жақсы мектеп жақсы білім берсе, сол ауылдың адами капиталы болады. Сол ауыл өсіп өркендейді. Мемлекетте солай өсіп өркендейді. Онан кейін әрі қарай өсіп жүреді. Осы тұрғыдағы жалпы орта білім беру жүйесінде мәселелерді шешудің ғылыми тұжырымдамасын ұсынып едіңіз ғой. Қаншалықты қолдау тапты? Биылғы Қазақстан Республикасы білім және ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдары мемлекеттік бағдарламасы қабылданды. Сол бағдарламада жазылды. Орта білім беру сапасын көтерудің ғылыми негізі жасалып, тәжірибеге енгізу. Демек, енді біз алғашқы орта білім беру жүйесінің ғылыми негізін жасау жөнінде нақты мемлекеттік деңгейде тапсырыс берді. Өте үлкен маңызды шешім. Тұжырымдамаңыз оқып шықты маға. Әрине, оның барлығы жүзеге асса, шынымен де біздің елдің білім сапасы мынау реформадан көз ашса, елдегі білім сапасы бір дұрыс нақты бағытын табатын секілді. Расында да біз егемендік 30 жылдай болса, қаншама министріміз ауысты. Әр министр реформалар жасалды. Соның себебі не деген? Неге министр көп ауысады, ол бастайды, ол орта қалып қояды, неге екінші министр неге оны жалғастырмайды деген сұрақ көп көкейде. Бұл сұраққа нақты бір ғана нақты жауап. Қарапайым жауап. Орта білім беру жүйесі өте күрделі. Мен соның орта білім беру жүйесін 8 жүйе құраушысын анықтадым. Орта білім беру сапасын көтеру үшін сол 8 жүйе құраушының сапасын көтеру. Және сол 8 жүйе құраушысы ол бір балаға бағытталып жұмыс жасайды. Ал енді жалпы орта білім беру сапасының қаншалықты қиын екенін сол 8 жүйе құраушының біреуі оқу. Әрине, білім сапалы болу үшін оқу әдебиет сапалы. Ал сол сапалы оқу әдебиетін жасау қиындығын академик қауымдар бір жақсы оқу жасаудың қиындығы реактив ұшақ жасау. Ал енді қиындығы сондай білім сапасын көтеру үшін тағы да 7 бағытта жұмыс жасау. Сонда білім сапасын көтеру үшін Қазақстандағы 7 мыңнан артық мектепте оқыған миллиондаған баланың білім сапасын көтеру жасау үшін реактивті ұшақ сияқты 8 реактивті ұшақ жасайтындай жұмыс. Сонда қарағанда мен айтамын, ол жұмыстың қиындығы космос кораблін жасау, ғарыш кемесі жасау керек. Ал енді осы ғарыш кемесі ғылымсыз жасалынған. Демек, бізде қаншама реформа болғанмен де білім сапасын көтерілмей тұрған себебі сол орта білім сапасын көтерудің ғылыми негізі болмады деген сөз. Қазіргі мемлекеттік бағдарламада сол орта білім сапасын ғылыми негізін жасау жөнінде тапсырыс. Ендігі уақытта біз осы орта білім сапасын ғылыми негізін жасап, соның тұжырымдамаларын дайындап, сол негізде бағдарламалар дайындап, сол бағытта жұмыс жүргізетін болсақ,
Онда біз реформадан да азаймыз. Ал оның түп түйіні міне осы келешекте жасалатын білім сапасын көтеріп жүрген түп түйіні бір балаға біз сапалы білім беру жолын шешуіміз. Мысалы, бір шелек, бір бөшке суды тазарту үшін бір тамшы суды тазарту бөлуіміз керек. Солай ғой? Біз егер бір тамшы суды дұрыстап тазарту үшін бір шелек, бір бөшке тонналаған суды тазартамыз. Сол сияқты біз осы орта білім беру сапасындағы негізін жасағанда бір баланың білім сапасын көтеру жолын жасап соны іске асырсақ, онда жүздеген мыңдаған баланың білімін көтеру. Өте жақсы. Алдағы міндет. Өзіңіз жалпы қазіргі министр мырзамен байланыстысыз ба? Ақыл кеңесіңіз тыңдайды ма? Айтып отырасыз ба? Жалпы сөзіңіз аузында сұрап отырған себебім, қазіргі министрге, білім және ғылым министріне пікірлер оң. Жалпы бағамдауымызша қадамы да жақсы, бұрынғымен салыстырмағанда қарағанда. Енді дегенмен де жас, тәжірибе аз деген тұрғыда қарайтын болсақ, өзіңіз сияқты білім саласының нағыз мамандарымен байланысып отыру қажет сияқты, осы тұрғыда сұрап отырғаным. Байланысымыз жақсы. Педагогикалық ғылымдар академиясы жалпы еліміздегі білім беру саласында өзінің деңгейі жоғары адамдарды біріктіреміз. Өңірлерде барлық жерлер жұмыс жасайды. Сондықтан біз өзімізде кеңес ғалымдар ой тұжырымдамамыз, ойластырып отырамыз, қалай дұрыс, қандай әдістемені бар, не істеу керек деп. Осындай ойлармен біз қазір білім министрінің басшылығымен ой бөлісіп тікелей қарым-қатынасымыз жақсы. Халық дұрыс айтады, халық айтса, халық сөз бар ғой, халық шын мәнінде баға береді. Асхат Аймағамбетұлы Қарағандыда облыстық білім басқармасын басқарды. Мен сол кезде танысым. Сол кезде Қарағанды облыстық білім басқармасын басқарғанда өте облыста жақсы жұмыс жүрді. Жаңалық өзі өте бір жаңалыққа жаңаша, ғылымға, білімге жақын. Сол кездердің өзінде ғалымдарға пікірлесіп, өзінің ойын бөлісіп, білім саласы жақсы білетін. Сонымен бірге әлемдік тәжірибеден хабар бар. Және осы бір жұмыс жасасам деп талаптан тұрған қазіргі заманымыздың озық ойлы педагог. Сәттілік тілейік аға. Енді жалпы бірінші сыныптан бастап үш тілде оқыту жүйесіне тиімсіз екенін жеріне жеткізе дәлелдеп айтқан өзіңізсіз аға. Бұл сіздің жемісіңіз десек те болатын шығар. Бірақ қазір соңғы 3-4 жылда қазақ баласын орыс мектебіне беру үрдісі белең алып бара жатқан секілді. Оған орыс мектептерінде сабақ беретін ұстаздарға сұраныстың жоғарылауы көрсетіп отыр. Яғни бір жылдары, мынау тәуелсіздік алған жылдары жаппай біздің кеңес заманында, енді кеңес заманының тәртібі дейік пе, талабы дейік пе, сол түсінік қағидасы дейік пе, жаппай біздің зиялы қауым өкілдері балаларын орысша оқытты. Орысша білмесе болашағы жоқ деген сияқты. Ал тәуелсіздік алғаннан кейін бір қуанарлығы барлығымыз қазақша мектепке бере бастадық. Балаларымызды қазақша оқытып. Ал енді 3-4 жылда байқағанымыз осы болып тұр. Қайтадан орыс мектебіне беру белең алып бара жатыр. Бұл да бір ойланатын нәрсе емес пе аға? Сіз оны байқадыңыз ба? Дұрыс айтасыз. Қасым-Жомарт Тоқаев президентіміздің мақаласы шықты. Сонда қазақтың тілі, қазақтың жаны деп. Енді осы сөзді тереңірек айтатын болсақ, мен жаңа айтып отырмын. Дүниежүзінде баласына дұрыс тәрбие бергенде өсіп отыр. Білімі де ғылымы да озып отыр. Мысалы, Жапон елінде бір сөз бар қағида. Жақсы маман тәрбиелегенмен жақсы бала тәрбиелеген маңызды дейді. Жақсы. Сонда жалпы сұрақ мектепте, бастауыш мектепте тәрбиеге көп көңіл бөліну керек пе? Әлде білімге көп көңіл. Сонда бастауыш мектептің негізгі мақсаты баланы
жан-жақты рухани кең тәлім тәрбие беру. Ал енді осы жағынан әрі қарай баратын болсақ, демек біз еліміз дамысын десек, адамымыздың капиталы жоғары болса, онда балаларымыз жақсы білім алу керек, тәрбие. Ал тәрбие қазақ халқы баласын орыс тілінде жақсы тәлім бере ме, тәрбие қазақ тілінде жақсы. Осыған келеді. Демек бір қазақ өзінің баласын мектепке береді, орыс мектебі, өздері үйде орысша сөйлейді. Демек тәрбие орыс тілінде жүреді. Екінші отбасы баласын қазақша мектебіне береді, қазақша тәлім тәрбие береді. То есть баланың бойына ұлттық рухани тәлім тәрбиесі жатыр. Енді осы балалар өскен уақытта, көтерілген уақытта екеуі де жақсы білім алады. Қазақша оқыған, кім айтты қазақша оқыған бала білім алмайды? Мен ауылда қазақша оқыдым. Бір ауылда қызда, бір орыс болды. Ал орысша оқыған. Енді осылай келген уақытта түбінде ұлттық бойында адамның қасиеті бар. Бала қоғамда. Ата-ана осыны ойлау керек дейсіз ғой. Ата-ана әр жағында баланың келешегін ойлаған ата-ана, оның бойында үлкен адами қасиет болу керек екенін ойлау керек. Оны бәріміз де білеміз. Жақсы адами қасиет тәрбиемен алыну керек. Ал сіз тәрбиені қазақ баласына, қазақ ата-аналар өзіңіздің ана тіліңізде бере аласыз. Сіз ана тілінде тәрбиелесеңіз қазақтың баласын, ол баланың бойында үлкен ұлттық рухани бай қасиет. Сонда сол қасиетке еленген бала, ол болса екіншіден ондай қасиеті бар азаматтар бар ел экономикасы дамиды. Әр нәрсеге осылай баруымыз керек. Демек қазіргі үрдіс бар, бірақ та түрінде мен ойлаймын. Адамдар өз адам баласының мәдениеті жоғарылаған сайын, ол адам өзінің түп тамырын бастайды. Қазір халқымыздың, ата-аналарымыздың жақсы тәлім тәрбие білім алған адамдар өзімнен кіммін дейді. Мысалы сіз шетелге барасыз, бір дастарханыңызда 10 ұлттың адамдар көрсіз. Солар сізден сұрайды, кімсіз? Қазақпын дейсіз. Қазақтың тілін білесіз. Қазақта қандай қасиеттер бар екен. Сол уақытта сіз ораласыз өзіңіздің тегіңізге. Өзіңізге тегіңізге болған уақытта сіз өзіңіздің ойыңызда қасиеттеріңізге ораласыз. Демек адамның мәдениеті, білімі неғұрлым жоғары болған сайын, ол адам өзінің ұлтына жақын. Бізді тыңдап отырған ата-аналар болса ойланады, бұл пікірден кейін ойланады ғой деген ойдамыз аға. Өзіңіз шынымен ауылда өскен баласыз, дегенмен кеңес заманында, яғни 1976-79 жылдары Германияның жоғарғы техникалық мектебінде оқып, неміс тілінде диссертация қорғапсыз. Бұл көп ешкім қол жеткізе бермейтін. Сол заманмен есептегенде жетістік қой аға. Бұл өзі қалай болды? Мен политехникалық ауылда ол кезде инженерлік мамандыққа қызығушылық болды. Мен политехникалық институтқа түстім, конкурс болды, 6-7 адам энергетика саласында мамандық алдым. Одан кейін ол кезде төменгі температура плазма деген ғылыми жаңа бағыт. Мен институт оқып жүріп осы ғылыммен шұғылдандым. Институт бітіргеннен кейін қалдым. Сол ғылыммен шұғылдандым. Ғылыми зерттеу лабораториясында. Сонан кейін ол кезде біз политехникалық институтта энергетика факультеті. 1975 жылы Москвада шешім қабылданды. Қазақстанда жаңадан энергетикалық институт ашу. 3-ші одақтық Москвада, Ленинградта, сосын Орта Азия елдеріне, Сібір елдеріне жақсы жоғары сапалы кадрлар дайындау үшін Алматыда энергетикалық арнайы оқу орнын ашайық деген шешім қабылданып, сол мен оқыған политехникалық институт энергетика факультетінің негізінде Алматы энергетикалық институты ашылды. Мен сол институтте, сосын кейін ол институттың, жаңадан ашылған институттың кадрлар сапасын жетілдіру үшін бір орын аспирантураға берілді Германияда. Сонда үлкен конкурс болды. Бір орын. Бір орын ғана берілді. Ол кезде бүкіл Қазақстанға шетелде оқуға бір орын берілді. Мен сол емтихан тапсырып, сол орынды жеңіп алдым да, содан кейін СССР жоғарғы оқу орны министрлігінің шешімімен Германияда 3 жылға аспирантураға жіберілді. Сол жақта Ерменау қаласындағы жоғары техникалық мектепте 3 жыл оқып, сонда диссертация қорғап, неміс тілінде. Неміс тілінде қорғап, Германияның доктор инженері деген атақ. Ой, бәрекелді. Міне, ауылда өсіп ана тілінде білім алса да, өзге ұлттың тілінде біліп, жетістікке жетуге болатынақ, міне өзіңіз дәлелдеп көрсетіп тұрсыз аға. Солай емес пе? Неміс тілін сол мектеп жасында бастап оқыдыңыз ба? Неміс тілі сабағы болды, енді ол әрине
диссертация жазуға әрине біраз еңбек етіп әрине таза енді Германияда таза неміс қой. Күні бойы тек таза неміс тілінде сөйлейсіз. Диссертациямды талқылау кезінде талай қызық жағдайлар есімде болды. Қалтамнан словарь түспейтін. Иена қаласындағы үлкен кәсіпорынға барып, сол жерде ғалымдармен мәселені талқылап отырмын. Ал техника саласында әр сөз нақты айтылады. Жалпылама айта алмайсыз. Сонда есімде бір оптикалық диагностика жасайтын бір үлкен аппаратпен жұмыс жасағанда, аппараттың бір тетігінің немісше аты есіме шықты. Қызарып жанып отырған 5-6 неміс, олар орысша білмейді, қазақша білмейді. Жүгіріп сөздік іздеп жүрміз бәріміз. Содан бір сөздіктің ішінде менің айтайын деген сөзді табыла қойсайшы. Кер бір құрады. Соны кейіннен енді бірер жылдан кейін жаңағы жігіттер бәріміз есімізге алып, есімді айтатын. Доктор Құсайын есімізді емес, сонда сөздікті бәріміз қолап деп едік қойсын. Аға, туған жеріңіз Абай елі ғой. Шығыста туып, батыста білім алған санаулы Асқарбел азаматтарымыздың бірі сіз, ұлт мақтанышсыз. Сондықтан да амандығыңызды тілейміз. Бізбен байланысқа шыққаныңызға көп алғыс айтамыз. Қазір де Қазақстанның батысымен байланысқа шығып отырсыз. Мұнайлы шаһар, Атырау туралы ойыңызды біліп, хабарымызды аяқтасақ. Рахмет үлкен. Атыраулықтарға үлкен табыс тілеймін. Қазақтың қай ұрышы болса да киелі ғой, қасиетті. Атырау қасиетті елді мекен. Сондықтан табысты болыңыздар. Келешегіміз, балаларымыз келешекте болсын. Амандық. Хакім Абайдың 18-ші қара сөзінде тегінде адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озбақ, онан басқа нәрсеге оздым демектің бәрі де ақмақтық деген ғой. Ал ғұлама ғалым Мұхтар адам мен адамды, ұлт пен ұлтты теңестіретін нәрсе білім деген екен. Сондықтан да білім жолындағы ізгілікті жолыңызға қашанда сәттілік дейміз, басымызды иеміз, атқарып жүрген жұмысыңызға. Деніңізге саулық тілейміз, аман болыңыз ағам. Абайдың бір ауыз сөзімен аяқтасам. Абай айтқан екен, адамда 3 нәрсе қасиетті. Ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы. Менің байларымның бойында, келешек жастарымыздың бойында осы қасиетті. Рахмет аға, аман болыңыз. Қазіргі мынау жарқын болашаққа бет алған бәсекеге толы зымыран заманда өзгелермен терезеге тең түсу үшін ғылыммен қатар білімді ұрпақ қажет ақ. Демек, осы жолда тер төгіп, Қазақстанның білім беру жүйесін дамыған елдердің білім жүйесімен салыстыра зерттеп жүрген ғалым Асқарбек Қабыкенұлындай азаматтарымыздың еңбегі орасан. Ол біздің кейіпкер. Апта айналып келгенше аман болыңыз ағайын. Бағдарламамызды қайталап көріңіз келсе, Атырау TV.kz сайтын қараңыз.